жақсы. Тыңдаған бойынша мәтінді тыңдады. Қазір енді мен сендерге дәптерлерімді таратып берем. Бұл дәптердің ішінде сендерде тосын сый бар. Қазір кімнің дәптерлерді ашыңдар, кімнің дәптерінде смайлик бар, сол ыстық орындыққа бізге келіп отырады, я? Кімде смайлик бар екен? Климде. Климда, жақсы, Клим, жүр, ыстық орындыққа келе ғой. Біз қазір су тақырыбы бойынша Климнен орысша сөз, немесе сөз тіркестерін сұраймыз, я? Клим бізге қазақша айтады, ал сендер орысша айтасыңдар. Бастаймыз, я? Ал кеттік. Кеттік, бастаймыз. Илана. Не загрязняй воду. Отыр. Су ластама. Суды, я? Суды ластама. Жақсы. Никита? Река очень глубокая. Озен, оте, терен. Жақсы. Данил? Надо су үнемдеу керек. Жақсы. Суды үнемдеу, я? Амира? Алина? Вода замерзает. Су катады. Жақсы. Василина? Вода полезна для здоровья. Су денсаулыққа пайдалы. Рахмет, дұрыс. Сережа? Я пью воду. Мен су ішемін. Жақсы. Амира? Это очень холодная вода. Бұл өте суық су. Тамаша. Я. Ал Никита? Пресную воду надо экономить. Тұщы су үнемдеу керек. Тұщы суды, я? Жақсы. Назар? Вода очень чистая. Су өте таза. Сережа? Я пью чистую воду. Мен таза су ішемін. Жақсы. Рахмет, Клим. Так, мына смайлик саған. Отыра ғой орныңа. Жақсы. Рахмет. Енді қазір кітаптарыңды ашыңдар. 85-ші беттегі екінші тапсырма. 85-ші бет, екінші тапсырма. Ашамыз. Қазір мәтінді рөлдерде оқимыз. Біздерде қазір мына мәтінде автор және адам бар. Кім оқиды? Кім оқиды? Клим, сен автор боласың. Василина, сен адам боласың, я? Ал, бірінші сөйлемді Климмен оқим. Содан кейін сен жалғастырасың. Өзен адамдарға ренжиді. Ол суық жерге ағып кетеді. Өзеннің беті қатады, мұз болады. Адамдар өзенге келеді. Озен бізді кешір, ренжімешім. Дейді, қоқысты тазалайды, мейірімді өзен кешіреді. Жақсы. Ал, мәтін түсінікті ме? Иә. Жақсы. Ендеше қазір осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап беруге тырысамыз, е? Қазір сендермен біраз микрофон ойынын ойнаймыз. Ең бірінші сұрақты Ахатқа қойғым деп тұр. Ал, Ахат, мәтін кім және не туралы? Мәтін адам мен өзен туралы. Рахмет, дұрыс айтасың. Ал, екінші сұрағым, өзен кімдерге ренжиді? Кім айтады? Өзен кімдерге ренжиді? Я, Назар? Өзен адамдарға ренжиді. Рахмет, Назар, жақсы. Ал, өзеннің беті не істейді? Өзеннің беті не істейді? Амира? Өзен беті қатады. Жақсы, рахмет, дұрыс. Ал, адамдар неге келді? Адамдар неге келді? Я, неге келді адамдар? Адамдар өзенге келеді. Келді, я, жақсы, Милана. Ал, ендеше соңғы сұрағым. Мәтіндегі өзен қандай? Қандай мәтіндегі өзен? Я, Никита? Өзен өте мейірімді. Дұрыс, өзен өте мейірімді екен. Рахмет, жақсы. Ал енді қазір осы мәтін бойынша иә немесе жоқ ойынын ойнаймыз. Қазір егер де сөйлем дұрыс болса, сендер иә деген жауап арқылы шапалақтайсыңдар. Егер айтылған сөйлем дұрыс болмаса,
онда жоқ деген жауап арқылы қолдарыңды көтере шапалақтайсыңдар. Түсінікті ме? Жақсы, кеттік онда. Бірінші сөйлем. Өзен көлге ренжиді. Дұрыс, рахмет. Өзен адамға ренжиді. Әрине, өзен адамға ренжиді екен, иә? Ал мәтінде адам өте ақылды. Әрине, ақылдылығын көрген жоқпыз мәтінде адамның. Енді соңғы сөйлем. Өзен өте мейірімді. Жақсы, ендеше мәтіндегі өзен өте мейірімді, өзінің мейірімділігін көрсетіп, адамды кешіре білген екен. Иә? Ал енді осы мейірімді өзенге өзіміз рахметімізді айта отырып, Ыбырай Алтынсариннің «Өзен» деген өлеңін айтамыз, иә? Жақсы, тұрыңдар. 1, 2, 3. Таулардан өзен қағар сатыраған, айнадай сәуле біріп жарқыраған. Жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта, аралап таумен ыстық атыраған. Ой, тамаша, рахмет. Отырыңдар, мейірімді өзен сендерге өте ризашылық білдіріп жатыр, иә? Ал енді қазір біз сендермен топтық жұмысты орындаймыз. Қазір осы мейірімді, мәтіндегі мейірімді өзеннің суретін топта саламыз. Қазір тамшылар тобы, бірінші топ тамшылар тобы келе қалды. Екінші топ сусын тобы, иә? Сусын тобы екінші партаға отыра қалыңдар. Қазір енді мәтіндегі мейірімді өзеннің суретін саламыз. Мейірімді өзеннің, не? Так, все, давайте. Несем здесь водичку. Подождите, вы так не как? Подождите, можете? Давайте вот тут вместе. Әдемі, ақылды, мейірімді өзен саламыз. Қойыңдар, қоя. Әмира, қой. Бастаңдар. Қандай өзен салып жатсың? Өзен ақылды, мейірімді, күшті, әдемі. Жақсы, сол өзеннің суретін салайық онда, иә? Жақсы. Лицо нарисовать. Лицо. Сол, правильно. Нарисую. Өте жақсы. Пожалуйста, я подрисую. Так. Бұл көлшік бе, жоқ өзен бе? Қандай өзен бе, көлшік бе? Мынау. Өзен, иә? Қандай екен? Жақсы. Мейірімді, ақылды өзеннің суретін салып жатырмыз біз сендермен. Давайте синий өзен нарисуй. Дай, пожалуйста, синий какой. Нет. Совсем. Немного потемнее надо. Серега, карандаш больше. Ты фиолетовым скрашиваешь. Не надо. Пожалуйста, не надо. Мәтіндегі өзенді дұрыстап, мәтіндегі, иә. Оқып түсінсек мәтіндегі өзенді әдемілеп саламыз, иә? Мейірімді екен көзінен көреміз, иә, өзеннің?